Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызда бірінші сыныптың 78-ші сабағын шығаратын боламыз. Әртүрлі есептер тақырыбында. Бірінші есепте бізде бірінші қатарда 7 көрпе бар, ал екінші қатарда одан үшеуі артық, 3 көрпе артық. Екінші қатарда неше көрпе бар? Міне қысқаша шартын жаздық. Бірінші қатарда 7 көрпе, екінші қатарда 3 көрпе артық. Екінші қатардағы көрпелердің санын табу керек. Бізде артық десе қосу амалын қолданамыз. Демек, 7-ге 3-ті қосамыз, 10 болады. Сонда екінші қатарда 10 көрпе бар. Енді бұған сәйкес келетін сұлбаны табатын болсақ, бұл есепке сәйкес келетін сұлба, міне мына жерде 7 көрпе, оның үшеуі артық. Сонда екінші қатарда 10 көрпе бар. Міне бұл сұлба сәйкес келеді біздің А есебімізге. Келесі, екінші есеп. Бірінші үстелде 6 кесе бар, ал екінші үстелде 8 кесе бар. Екінші үстелдегі кесенің саны біріншіге қарағанда нешеу артық? Екінші кеседе 8 болса, біріншіде 6 болса, 8-ден 6-ны азайтамын. Сонда екінші үстелдегі кесе бірінші үстелге қарағанда 2 кесе артық деп шығарады екенбіз. Бұл бізде міне мынау Ә есебіне сәйкес келетін сұлба. Міне. Осылай белгілеп қояйық. Келесі үшінші есеп. Әжем көрпеге 40 сары ою және одан 20-сы кем қызыл ою тікті. Әжем неше қызыл ою тікті? Енді кем десе азайту амалын қолданамыз. 40-тан 20-ны азайтамыз. 20 болады. Демек, әжем 20 қызыл ою тіккен екен. Бұл бізде үшінші есебіміз, міне, осы сұлбамен сәйкес келетіндігін көрдік. Келесі екінші есеп. Есептерді оқып, сұлбаға сәйкес келетін есепті таңдап, оны шығарып, кері есеп құрастырып жаз. Жайлауда 5 үлкен және 3 кішкентай киіз үй тігілді. Барлығы неше киіз үй тігілді? Барлығын табу үшін 5-ге 3-ті қосамыз. Тең 8. Жауабы барлығы 8 киіз үй тігілді. Қарап тұрсақ, бұл бізде мына сұлбамызға ешқандай сәйкес келмейді екен. Келесі екінші есепке қарайық. Жайлауда 5 үлкен және одан 2 кем кішкентай киіз үй тігілді. Енді сұрап тұр, неше кішкентай киіз үй тігілді? Неше кішкентай киіз үй тігілген табу үшін кем десе азайту амалын қолданамыз. 2-ні азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамын, мәні 3-ке тең болды. Демек, кішкентай киіз үйдің саны 3 екене. Кіші киіз үй. Кіші киіз үй. Бізде неше екен? 3 екене. 3 кіші киіз үй тігілгендігін байқадық. Енді біздің сұлбамыз осы есепке сай келеді. Себебі жалпы 5 үлкен киіз үй және одан 2 кем болды. Сонда жалпы 3 кішкентай киіз үй тігілді. Енді осыған кері есеп құрастыруымыз керек. Ол үшін кіші киіз үйдің санын 3 деп аламыз, ал үлкен киіз үй бұған қарағанда 2 артық болады. Сонда үлкен киіз үйдің санын табу керек. Ол үшін 2-ін қосып жүреміз. Тең 5 болады. Жауабы 5 үлкен киіз үй тігілді. Үлкен киіз үй тігілді. Келесі тапсырма. Барлық сызық түрлерін атап, кесіндінің ұзындығын өлше. Сызықтар, егерде екі жағы шектелмеген болса, ол бізде түзу сызық болады. Ал егер бір жағы шектелген болса, ол бізде сәуле болады.
Мынау да сәуле. Келесі бұл да сәуле. Ал мынау ирек сызық деп аталады. Ал екі жағы шектелген түзудің бөлігін кесінді деп айтады. Енді бізге айтқан екен, олай болса кесіндінің ұзындығын өлше. Кесіндінің ұзындығын оқушылар линейканың көмегімен, сызғыштың көмегімен өлшеген кезде 8 сантиметр шықты. 8 сантиметр деп жазып қоямыз. Келесі тапсырма. Ыдысты толтыру үшін әрқайсына неше литр сүт құю керек? Олай болса, мұнда 30 литр бар екен, бірақ жалпы 40 литр сүт сиятын көрінеді. Демек, 40-тан азайтамын 30-ды тең 10 литр. Демек, біріншіге 10 литр сүт құямыз. Келесі 40-тан азайтамын 20-ны тең 20 литр. Демек, бұған 20 литр құямыз. Келесі 10-нан азайтамын 4-ті тең 6 литр. Бұған плюс 6 литр құюға болады. Ал мына жерге келесі соңғымызға 10-нан азайтамын 2 литрді тең 8 литр. Демек, бұған 8 литр сүт құйсам, онда біздің ыдысымыз толады екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.